Кешір құрметтелі көрермендер, бүгін Алматы қаласында Азияданың әнұранын таңдау туралы жиналыс өтті. Сол жиналыстан репортаж. Азияның әнұраны шешілді ма, шешілген жоқ па? Кім өлең айтады өзі? Шешілді. Ерболат Құдайбергенов өлең айтады. Қай өлең Нәурі? Мен қазақпын, мың өліп мың тіл. Жоқ, мына өлеңі. Жаным, ақтамағынан бір иіс кетші. Кетші? Тағы да қандай әншілерің бар? Әншілер деген өте көп. Мысалы? Бейбіт Қорған, Айқын Төлепберген және де Алтынбек. Әншілерді көріңіз келе ма? Онда қараңыз. Жанар оттай жанып, жүрегімде шақтай қарып. Айтшы жаным тек шыны. Бақ, қандай ғажап ес, шат, қиял мәлес. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Карим Масимов халық алдына сөйлеуге дайындығы көреміз. Енді Карим Масимов премьер-министр болғандықтан шашымды жөндеп алайын, сосын халық алдында былай деп сөйлеймін. Құрметті қазақстандықтар. Ұмытып кетіппін ғой. Құрметті қазақстандықтар. Азияданы абыроймен өткізейік. Африкада Нұр Отан партиясына кірем деушілер өте көп екен. Сонымен Нұр Отан партиясының мүшелері Африкада қабылдау үстінде көреміз. Сонда африкалықтар біздің Нұр Отанға кірмекші ма? Қараңыз, Африкалықтар Нұр Отан сыйлайды. Нұр Отан! Нұр Отан! Даттасыр. Нұр Отан! Алдап көрейін, Жас Отан! Алданып қалды. Дипломмен ауылға. Жасыл ел. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Жарайсың жігітім, сен маған ұнадың, Нұр Отанға қабылдандың. Кіре бер Нұр Отанға. Бетіңізден сүйдім ағай. Ағатай, Азия ойындарына қатысуға бола ма? Бауырым, Азияда қатысу үшін күлкің әдемі болу керек. Бұлай. Көрдің ба? Менің күлкім әдемі, мен қатысам Азияға, қараңыз. Жарайсың жігітім. Азиядаға қош келдің.